2026 жылға қосқан жаңалығым тышқан көмегімен жылжыту. Яғни кез келген компонентті кез келген жаққа тышқан көмегімен жылжыта аламыз. Атмен бассақ сақтамайды, сақтауды бассақ сақтайды әрине. Енді базаға сақтап қойдық. Бұдан шығып кетіп, ертеңіне келіп ашсаңыз да, басқа компьютерден кірсеңіз де дәл осы координаты осылай сізге ашыла беретін болады. Яғни базада сақталып тұр, серверде сақталып тұр, уайымдамасаңыз болады. Тіпті бірдеңені білдіріп құртып алсаңыз, сбросить все координаты деген бар, бастапқы қалпына қайтып болып келеді. Егер байқауыста тышқан көмегімен жылжытып алудан қорықсаңыз, птичканы алып тастасаңыз болады. Сіз одан кейін тышқан көмегімен жылжыта алмайсыз. Өйткені мына жерде птичкаға байланысты. Птичка болса, яғни мына алақанмен жылжыта аласыз, птичка болмаса, алақанмен жылжыта алмайсыз. Ал әдеттегідей қажетті компоненттерді белгілеп алып, мына жерде төрт жаққа бағытталған кез келген жаққа жылжытып, сақтап, пайдалана аламыз. Мына жерде барлығын белгілеп алсақ болады. Осы мен бірден 50 деп жазайын. Бірден жылжу үшін. Кез келген жаққа. Сақтасам сақтайды. Орнына қайтып әкеле аламын. Мына блоктар мына жер бұрын мына жерде тұрды, мынау да сол жоғарыда тұрды. Бұлай орын ауысты тек қызметтері баяғыдай. Мынау как обычно браузерге итогты шығарады. Как обычно PDF-ка шығарады.